Жақыпбек Олжас Дәлелханұлы 1991 жылдың 16 ақпанында Семей қаласы Шұбартау ауданы Баршатас ауылында дүниеге келген. 2008-2012 жылдар аралығында Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясында актер мамандығынан тәлім алды. 2012 жылдан бастап Астана қаласының Қалыбек Қуанышбаев атындағы Мемлекеттік академиялық қазақ музыкалық драма театрының актері. Ол Мұхтар Әуезовтің Абайында Айдар, Қорғансыздың күнінде Түнек, Ғабит Мүсіреповтің Қыз жібегінде Төлеген, Қуандық Шаңғытбаев пен Қаныбек Байсейітовтің Қыздар айында Серке, Жиенбайдың Таңғажайып планетасында Қаршыға, Марбайджиевтің Тіл табысқандар комедиясында Асқар Ақмолдаев, Хушуақтовтың Қызыл алмасында Аббас, Жан Ануйның Жалын жұтқан Жанна даркында Мүгедек, Жабал Ерғалиевтің Есігімді қаққан кім спектаклінде Асқар, Мария Машадудың Бразилия байлығында Манеку, Талғат Теменовтің Аққудың көз жасы спектаклінде Сыдық, Айларовтың Сүрінген сүр бойдағында Арсамак, Тахауи Ақтановтың Күшік күйеуінде Бекболат, Марбайджиевтің Жекпе-жек спектаклінде Азиз, Ұлықбек Естәулеттің Зересінде емші рөлдерін кейіптеді. 2013 жылы Бәйтерек тобының 10 жылдығына арнайы қойылған Ғабит Мүсіреповтің Қозы көрпеш Баян сұлу мюзиклінде Қозы рөлін кескіндеді. Олжас Жақыпбектің шығармашылық ізденістер мен талантын байқаған АИ музыкалық театр орталығының ұжымы Мұхтар Әуезовтің Қарагөз трагедиясындағы Сырым, Жан Расиннің Федра трагедиясындағы Ипполит сынды күрделі рөлдерді сеніп тапсыруда. Қазақ кинематографиясы саласының дамуына да өз үлесін қосып жүрген актер, туған елдің түтінінде Нұртас Ахметовтың, Көк тарландарында Нариман Сайынның, Алтын ұяда Даниярдың, Біздің қаланың кішкентай ханзадасында Қасымның жас кезін, Міржақып деректі фильмінде Міржақып Дулатовтың рөлдерін кескіндеді. Олжас Жақыпбек актерліктен бөлек композиторлық қырымен де ерекшеленеді. Алтын ұя, Я люблю тебя Ақерке, Ректор фильмінің саундтрегі мен Балапан арнасының 10 саусақ, оп-оңай бағдарламаларының әндерінің авторы. Жан-жақты актер бүгінгі таңда 7-ші арнаның дубляж актері, және де Disney, Pixar, Европа компанияларының өнімдерін, атап айтсақ, Күрескер 1, Жұлдызды соғыстар хикаясындағы Кассиан Андер, Мұзды өлкедегі Кристоф, Валериан және Мың ғалам шаһарындағы Валериан, Коконың құпиясында Гектор сынды кейіпкерлерді қазақ тілінде сөйлетті.